Саламатсыздар ма? Бүгін біз осындай фото шақыруға ортасына QR код қоятын боламыз. Ол QR код арқылы біз кез келген видеоға направление жасайтын боламыз. Ол үшін бірінші YouTube-қа өзіміздің видеомызды жүктеп аламыз. Ол естелік видеолар болуы мүмкін, шақыру видеолар болуы мүмкін. Өзіңіз қалаған видеоны копировать етіп аламыз. Ссылкасы копировать етіп алдым. Сосын QRMe сайтына кіреміз. Google-ға QRMe десек серверден шығады. Ссылка URL деген жерге ссылканы қоямыз. Готово. Реализовать и скачать QR дегенді басамыз. Мінекей мына қарапайым тұрған QR скачать етсеңіздер болады, болмаса басқа да дизайнда скачать ете бересіздер. Сохранить фото деп басып сақтап аламыз. Canvaға кіріп плюсті басамыз. Жаңа сақтаған фотоны қоямыз. Мінекей дайын болды. Фотомызды жүктеп аламыз. Мінекей ашып көрейік. Мінекей барлығы жұмыс жасап тұр.